Өмір ізленуден тұрса ітім-ау. Ізленемен күндіз қолымда шырақ, ізлесең табарсаң дегенде сөз бар, дұрысына дұрысын сынап, көрмедім бірақ. Ізлеймен күн бойы көмік ақтарып, терім жауырныма шыққанға дейін, ізлеймен түн бойы қосықлар жазып, таңғы ұйқы келіп, жыққанға дейін. Асла тақатым жоқ, асла төзбеймен, жоқ жойтқан жоқшыдай саламан сора. Өмірім бойы бір нәрсені іздеймен, не нәрсе екені білмеймін бірақ. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим Юсупов жаңа заман адамы. Тарихи сынақлардан мүдірмей шығысып ятырған Қарақалпақ халқының жаңа бір жәмиетлік көтерілу дәуіріндегі ешкімге ұқсамайтұғын, ешқашан тәкірарланбайтұғын әжайып көркем сөз шебері. Өмірді оның көзіменен көре білсең, халықты оның жан сезіміменен тани білсең, бұл пәни дүнияға жаңадан келіп атырғандай қайтадан ашық бола бересең. Тарихларға дуалы сөз, әрбір дәртке давалы сөз, киелі сөз, дуалы сөз, туысқанлық, ар намыс vicdanı шерек, малыменен жаны шерек, тамырында қаны шерек, қанылас сөз, туысқанлық. Бір ошаққа от шақтырған, бір жайлауда мал бақтырған, той лазымға ат шаптырған, қарға тамыр туысқанлық. Бір тандырған нан жаптырған, мітаж затыңды таптырған, беймезгіл есік қақтырған, ұраны бір туысқанлық. Өзбекті өз ағам еткен, ұлы бақыт инам еткен, бір қазанда аш демлеткен, несібі мол туысқанлық. Суымды сағалас еткен, елімді аралас еткен, түркіменге намалас еткен, қардашы көп туысқанлық. Қазақларға тай сойғызған, қырғызларға қой сойғызған, үй тіктіріп бас қойғызған, дәстүрі бір туысқанлық. Заман жаңадан күш берген, жайлауға кең өріс берген, алып өткен жеңістерден құдіретлі күш туысқанлық. Ибраим Юсупов өзі айтқанындай шайырлық дүниясында үш нәрсеге садық болды. Қосық арқалы халық жүрегіне жол ізледі. Заманластарының кеуіл күйін, қайғы қуанышын, арзу әрманларын, үміт тілеклерін, биік адамгершілік фазилетлерін жырлауға тырысты. Қосықтың шығыс һәм батыс классикалық жолларын тынбай үйренді. Науайы, Бақтымқұлы, Бердақ, Абай, Тоқай тикар салған Түркі Қосық академиясын тауап етті. Бір күні сен қауын қоста, болдың да шашыңды тарап, қара көзің толып жасқа, үй бетіңе тұрдың қарап. Жиделік артынан тағы ат кісінеді сен асықтың, мені ұмытпа дедің дағы, қалтама бір алматықтың. Ұмыт қалды сынық айнаң, мен кетпе деп жылап тұрдым, керек емес берген алмаң, деп ізіңнен лақтырдым. Ибраим Юсупов жас уақытта екеуміз бір күнде туылды десек те болады. О адам менен біздердің, менің достығым, менің жоралығым айрықша болды. Екеуміз бірінші класста баслап оқыдық. Төлеген Төремұратов деген мұғалім біздерді оқытты. Сұлтан Құтимов деген мұғалім оқытты. Сөйтіп сол уақытта һәм ол екеуміз бірге суға шомылатығын ек, ойнайтығын ек, жүретігін ек. Бұның анасы Ханбибі деген шешем жүдә жақсы адам еді анасы. Бізге
Bizler birge barıp oynaganda, netkende bir-birimizin uyumuzga kelip yuklap kalatığın edi. Onun uyunda men kalaman, bunun uyunda bizim uyunda ol yuklap kalan. Sonday oyun zavıqımız birge ötdü. Mına edebi nelerge kazıquşuluğu öz aldıma yedi. Sonda at torbaga edebi kitaplarını salıp attın yer başına eldirip şabacı konuyorduk. Şöyle bir gün şabısı görsük, o at torba düşüp battı. Yok. Son daru kıdırıp tavuk aldık. Şabıskan şeylerimizi kıdırıp tavuk alıp sonra soyuldu. O tavuk algandan keyin o daru bir 40 yıl yerdi diye alıp atladı otlasamız gaydı oynayımız gaydı. Sonra o daru sonra at torbadan alıp sonra okuydu bunu. Söyleyip özünün talantı so vaxtlarında qaynab yürgün ekan. Men jorası qasında oturamam, o okuydu. Sonra at torbadagi kitaplarni aldım. Söyleyip yine oynap ketemiz, yine okuyup söyleyip yürüyebilirler. Bu şu talantlar bunu o şu derecelerge alıp geldi. Qaraqalpaq xalqının sezimtal жанлы бұл азамат перзенті әзіргі заманымыздың белгілі сөз шеберлері Шыңғыс Айтматов, Расул Гамзатов, Мұстай Кәрім, Олжас Сүлейменов, Сүйінбай Ералиев, Абдулла Ариповлар менен өмірі заманлас, әдебият жүгін тәрезіге тартқанда тасы теңлес болды. Ибраим Юсупов Әжнияз шайырдан бір әсір кейін дүнияға келді. 19 әсір Қарақалпақ халқына Күнқожа, Әжнияз, Бердақтай көркем сөз зергерлерін берген болса, 20 әсір бұл халықты Ибраим Юсуповтай тәкрарланбас талант есіменен сыйлады. Қарақалпақ әдебиятының негізін салушылардың бірі Бердақтың заманласы Әжнияз деген шайырымыз өткен. Сол Әжнияз шайырдың Бозатау деген тарихи қосығы бар. Атау деген енді бізде Арал деген, остров деген мәнін аңлатады. Бозатау бұл Әжнияздың отаны, сондай жаугершілікке ұшырап, сондай ат алдына түсіп айдалып кеткен, отанынан айырылып. Соған Әжнияз шайыр өзінің Бозатау қосығын жазған, һәм оның намасынан өзі істеп шыққан. Бұл қосық Қарақалпақ халқының тек сол кездегі болған тарихи уақиғасы ғана емес, ұлы Қарақалпақ халқының еркінлігі, азатлығы шыны арман еткенлігі сүрілген еді бұл қосықта. Ибраим Юсупов бірінші Қарақалпақ операсы Әжнияз либреттасын дүретті. Қарақалпақстан Республикасының гимнінің сөзін жазды. Ибраим Юсупов композитор Нажмадин Мұхамединов пенен біргелікте Қарақалпақстан Республикасы мемлекеттік гимнін жаратты. Ибраим Юсупов біздің халқымыздың мақтанышы, һәмме мәдениет қызметкерлерінің ішіндегі айрықша көзге көрінетін инсан. Мен Ибраимді көп уақытлардан бері білемін. Студентлік уақытынан білемін Ибраимның сол 48-ші жыллары, 49-ші жыллары
Pedinstitut'ta okuyan vaxtlarından İbrahim'i bilemen. Sol vaxtlardan İbrahim qosuq yazadığın edi. İbrahim'in qosuqlarını sol dövrlerдің özünde жақсы көріп, композиторlarımız nama шығарып, halkımız onun qosuğunu sol dövrlerde aytып жүретін еді. Менің өзім İbrahim'nin тілегін тілеп жүрмін. Себебі İbrahim bizim мәдениятымызды рауажландырушы. İbrahim bizim тарихымызды рауажландырушы. Бұл өзі İbrahim тарихшы да және. Сіздердің ниеттерімізге әмме уақыт өзінің жақсы пікірлерін айтады. Ибраим Юсупов өз халқының озық ойлы, зәберді шайыр болғалы берлі, әдебиет майданында әжайып бір поэзия бостанын дүретті. Бұл бостанда өскен дарақтылар туған жер топырағына терең тамыр ұрған, жаңа заман рухынан қанып су ішкен, тозбас, сарғаймас һәм қартаймас поэзия дарақлары. Ибраим Юсуповтың поэзиясы өз алдына милли рух, милли колорит ашып берген әжайып бір шайырлық дүния. Ол Қарақалпақ халқының милли өзгешеліктері менен белгілерін, дүнияға көз қарастағы өзіне тән айырмашылықтарын анық тәрифлеп берген. Нәтижеде бұл суретлеулер тар шеңберлерден шығып, ұлыма адамгершілік хадиселерінің ажыралмас бөлегіне айланады. Ватанды, туылған жерді, өз халқын жырлаудың тәкрарланбас ұсыллары еле ешбір шайырдың қалемінен бұндай болып өремеген. İbrahim Ağa туралы қанша айтсақ та арзиды. Ол кісі біздің заманымыздың ұлы шайыры. Мен айтар едім, сол Әжнияз Бердақтан кейінгі ұлы шайырлардың бірі деп. Әжнияз шайырды көп қосықларында да айтады Ибраим Аға. Ибраим Ағаны біздер жасыл уақытымыздан жақсы көреміз. Соның қосықларыменен біздер ұлғайғанбыз. Студентлік уақытта әмме уақыт айтып жүргенбіз Ташкентте. Әсіресе оның менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытың деген қосығы жүзде жастар арасында тарқалып кетті. Тәшку десем дәрхал түседі еске. Менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытың, тура самолеттан түстімде кеште жатақ жайыңыздың есігін қақтым. Жатақ жайыңыздың есігін қақтым. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың. Гүлшанда ашылған бір таза гүлдің шырайыңа Мәмлекетіміз оның минетлерін бағалап, орден һәм медаллар менен сыйлады, атақлар берді. Халық жапырыла дауыс беріп, бірнеше мәрте депутат етіп сайлады. Ал 2004 жылы оған Өзбекстан қаһарманы деген атақ берілгенде, бүткіл халық һәммесі бірден қаһарман болғандай қуанып, бұл күнді байрамға айландырып жіберді.
Әдебият әлемінің биік тұлғасы. Ел сүйген бұл әжайып инсан, жас мінген сайын өмірге қыздай ашық болып, бақытлы дәуран сүрмекте. O'zbekiston xalq shoiri Ibrohim Yusupovlarga O'zbekiston qahramoni unvoni hamda oliy nishon 6 yulduz medali topshirildi. Mana Yusupov bugun qahramonlik unvonini qachon olish kerak edi? Mana bugun olyapti. Bu kishi ham Qoraqalpoq o'g'loni, Qoraqalpoqni endi eng ko'zga ko'ringan ijodkori. Bu ham bizlarning O'zbekistonimizning quroli. Butun dunyo, butun jahon shuni ko'rib turib, bitta bir oddiy lekin juda o'rinli bir haqiqatni tasdig'i deb bilaman. Жұлдызлардың ең жақтысын тереп ала қойған. Адамлардың ең жақсысы сол жақтыға бара қойған. Асқар таудай адамлықты, ағын судай адалдықты, жомартлықты, еренлікті көкірегіңе құя қойған. Сен туасаң ақылды да, шайырды да, батырды да, халық деп сенің атыңды да кім қойса да тана қойған. Сен қуансаң көйлім тасып, бақыт бағым аралайман, сәл ұнжылсаң мазам қашып, сау жанымды жаралайман. Базда өзім данадайман, базда ісім шаладайман, сені көрсем өз атама еркелеген баладайман. Көйлімді табуды ойлап, бір сөзге байлап, қара түнде қалем шайнап, ақ қағазды қаралайман. Арманым сол тұрсам жатсам, сөз құсын ұшардан атсам, сізге аз кем сөз ұнатсам, басқа бақыт сұрамайман.